Қазақстан зайырлы мемлекет. Бұл қағида білім беру жүйесіне де тікелей қатысты. Білім беру ұйымдарында діни емес, бірыңғай және тәртіпке негізделген орта қалыптасуы тиіс. Мектеп формасына қойылатын талаптар бірыңғай стильдегі классикалық үлгіде болуы керек. Ол қыздарға арналған форма үлгісі түсі жағынан үйлесімді, ресми сипатта таңдалады. Форманың ішінде діни ерекшелік танытатын элементтерге жол берілмейді. Бұл шектеулер дінге қарсы емес, оқу орнындағы тәртіп пен бірізділікті сақтау үшін қажет. Мектеп тәрбие мен білімнің негізі. Мұнда оқушының басты міндеті білім алу, тәртіп сақтау және баршаға ортақ талаптарға сай болу. Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 49 бабында ата-аналар мен оқушылардың мектеп формасын сақтау міндетті екені нақты көрсетілген. Зайырлы мектеп бұл білім мен тәрбие ордасы. Мұнда басты құндылық ғылым, тәртіп, адамгершілік және бірлік. Мектеп формасы сол құндылықтарды бейнелейді.